Қазіргі кезде той-томалақтарда хит болып жүрген стир-фрай салатын дайындаймыз. Филені 4 бұрышта етіп тураймыз. Үстіне чеснок, паприка, картоп крахмалын, сұйық май, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Баклажанымыздың сыртын ашып, қиғашынан тураймыз. Үстіне картошка крахмалын салып, араластырамыз. Жартылай ашып, болгарский перецті тураймыз. Кинзаны тураймыз. Черри помидорын 2-ге бөліп қосамыз. Қызып тұрған сұйық майға баклажанымызды қызартып пісіріп аламыз. Одан кейін филені қызартып қуырамыз. Қатты қуырып жібермеңіздер, себебі піскен кезде қатты болып қалады. 5-7 минут қана пісірсеңіздер жеткілікті. Салатымыздың барлығын бір ыдысқа салып жинаймыз. Үстіне чеснок, соя тұздығы, паприка, чили соусы, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарата кішкене тұз қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын. Сәлем құрбым, қонақтарға осы салатты дайында. Брокколи, цветная капуста, қияр, қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, салат жапырағы, кинза, сарымсақ және қызыл бұрыш, кориандр, паприка, тұз, сұйық май, соя тұздығы, барлығын жақсылап араластырамыз. Салат дайын, ас болсын. Қонақ шақыратын болсаңыз, осы салатты дайындаңыз. Оңай және тез дайындалады. Ол үшін қиярымызды ұзынша етіп, қиғашынан тураймыз. Қатты жіңішке қылудың қажеті жоқ, орташа көлемде турап шығамыз. Одан кейін түрлі түсті болгар бұрыштарын тураймыз. Барлығын жіңішке етіп турап шығамыз. Помидорымыздың етті бөліктерін ғана тураймыз. Кинза қосамыз, немесе кез келген аскөкті қолдансаңыздар болады. Етімізді ұзынша етіп кесіп шығамыз. 4 штук сарымсақты қолданамыз. Барлығын теркадан өткіземіз. Үстіне тұз, паприка, кориандр, уксус, соя тұздығы, майымызды қыздырып ыстық күйінде құямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Рецепті сақтап алыңыз және парақшама тіркеліп алыңыз. Қазақтардан басқасының бәрі осы салатты жасап жатыр. Піскен тауық еті, қызылша, пияз, гранат, салат жапырағы, фасоль, майонез, кішкене ғана тұз, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Осындай оңай және ерекше салаттың рецептісін іздесеңіз, менің парақшамнан таба аласыздар. Жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. 24 жылы осы салаттың хит болғанын білесіз бе? Тауықтың төс еті, жұмыртқа, жаңғақ, салат жапырағы, ананас, майонез қосамыз. Кішкене тұз салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге саламыз. Үстіне әсемдік үшін сырды теркадан өткізсеңіздер де болады. Осындай оңай салаттардың рецептісін іздеп жүрген болсаңыз, парақшама кіріп қарап көріңіз, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Бұл салатты көбінесе қыздар жаңа жыл күні жасайды. Құрамы жұмыртқа, краб таяқшалары, жүгері, мандарин, майонез, сарымсақ, кішкене ғана тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып тәрелкемізге саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Егер сіз дәл осындай оңай және ерекше рецептерді жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.